аты жөнім Михайловская Диана Валерьевна. Ішкі істер органынан 2016 жылдан бастап қызмет атқарамын. Полиция, Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаментінің полк штаб инспекторы болып қызмет атқарамын. Ұлтым поляк. Қазақ тілін 2016 жылдан бастап білемін. Ақырдап жаттап, сол Теміртау қаласында ШПП-ларға первоначальный подготовка. Сонда көп балалар қазақша сөйлейтін. Мен кішке мамам қазақ болғасын, кішке намысыма тиді, что мен қазақша сөйлей алмаймын деп. Содан бері ақырындап қазақшаны жаттауды бастадым. Қазақ тілін толық білмеймін. Какой-то определенный уақыт жоқ деп ойлаймын. Поляк және қазақтың ұқсастықтары жоқ, шынымды айтсам. Мамам да, папам поляк, мамам қазақ. Салты дәстүрлері вообще ұқсастары жоқ. Адамдар айтады, мен әкеме ұқсағым келеді деп, мамама ұқсағым келеді деп. Ал маған депутат, сыртынан білем бір депутатты. Сол кісіге қарап үлгі тұтамын. Сол маған сөйлеген ұнайды, өзін ұстаған ұнайды. Ол да кішкене қазақша қатты сөйлемейді. Өнерім дегенде мен кішкентай кезімнен спортпен айналысамын. Баскетбол 8 жыл ойнадым, шаңғы тебетін, сосын легкая атлетика жүгіретін. Осы ішкі істер органда өз жұмысын, намысын қорғау үшін шаңғы тептім, жүгірдім. Қазақ ұлттық ырымдары, мысалы бала үйге келе жатқанда құлап қалса, жақсы береке ырыс келеді деп айтады. Сосын бала жол қараса, қонақтар келеді деп айтады. Сосын бала тілін шығарса, жақсы хабар келеді дейді. Сосын қызды төрге отырғызады. Өйткені қыздың 40 жаны бар дейді. Қыз ол қонақ. Полиция болуым себебі мамам мен папам маған айтты. Органға жұмысқа тұр. 2016 жылы документ жинап кірдім. Ақырындап сержанттан бастадым. Рядовой болдым, младший сержант болдым, содан кейін офицер болдым. Мен әкем органда істеген, пенсионер МВД. Мен екінші ағам Москвада оқиды, военный академияда оқиды. Өзіме полиция бол бірінші жыл, екінші жыл болғанда ұнаған жоқ, шынымды айтсам. Но қазір штаб инспекторы болдым, өзіме ұнайды. Именно қазір атқарып жатқан жұмысым маған өте қатты ұнайды. Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Мұқағали Мақатаев, сосын Ахмет Байтұрсынов. Бізде Қостанайда университет бар, Ахмет Байтұрсыновтың. Қымыз мұрындық деген, шынды айтсам білмеймін. Суретте Алтыбақан көріп тұрмын. Бұрын ата-бабаларымыз әр мейрамда құратын оны. Қазіргі заманда өкінішке орай наурызда ғана көреміз. Жастар көңіл күйін көтеру үшін Алтыбақанды ойнайды.
мен шетелдің әндерін тыңдаймын, орысша әндерін тыңдаймын, қазақша да әндерін тыңдаймын, но қазақша более патриотический өлеңдерін тыңдаймын. Роза Рымбаева маған өте қатты ұнайды. Роза Рымбаева ол біздің қазақтың эстраданың әртісі, примадонна біздің, мысалы орыстарда Пугачева, бізде Роза Рымбаева. И маған оның өте қатты дауысы ұнайды, ол да патриотический өлеңдер айтады. Сосын бірақ өзім қазақша өлеңдер айта алмаймын.